достар, сіздермен бүгін канал Fixmaker. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге бір үйді саламын. Енді ол үйді мен әлі білмеймін қандай үй екенін, бірақ біз өз ойымыздан сол үйді ойластырамыз. Ал енді қазір ойдан салып көрейін. 1, 2, 3, 4. Енді 4-тен алсақ қалай болады екен? 5. Кішкентай ғана үй, бірақ әдемі болады деп ойлаймын. Төрт бұрышты өте әдемі болмай қалады. Бұлай әкеліп көрейін. Неге осындай жаңағы березадан салып жатыр десеңіз, жаңа сіздерге нақты болу үшін қандай қанша не деген сияқты жаңағы қанша общем метрде общем енді осылай жауып шығамыз бүкіл бұрыштарды мынандай жауып саламыз, жапаймыз, мына жерді де жабамыз. Енді осының бәрін бір-біріне қосамыз. Былай осылай әкелеміз. Жазбамызда. Түсінікті. Қалай істеу керек екенін өте түсіндім. Мына жер неге бос болып қалды десеңіз, қазір маған бір өте күшті ой келді. Міне осылай болды. Енді мынау лишний алып қойды өйткені мен білгеніміз қазір. Естеріңізге түсті деп ойлаймын, бұл не екен? В общем, уақыт өткізу керек. Осы жерді осылай саламыз. Міне осылай шығып әдемі керісінше әдемі болады. Сондықтан да қазір алып тастаймыз. Осылай мына жерді осылай. Міне осылай жасасақ әдемі болады. Ал енді стеклоларды тастайық, жауып тастайық. Take care of business. I'm invested. Woman, you big business. Throw it in the air. Make it real business. We not do singles. Man a millionaire. What you know? Wine on it. Достар, біз терезенің бәрін аяқтан, енді үстін жабу қалды. Міне достар, аяқтадық, үстін жау, енді астын бәрін жөндейік. Мына жерді түсіндіреміз. Егер де фантазияңыз ойнап тұрса, ада өзіңіз басқаша да жасасаңыз болады. Әйтеуір өзіме ұнайтын. Ешқандай халтурка деген сияқты жоқ. Өте жақсы жасалды. Сонымен достар, егер де сізге үй ұнаса лайк, ұнамаса да лайк. Каналға қосыңыздар, сау болыңыздар.